Ассаламу алейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Батырмен бір күн жобасы. Бүгін елімізге танымал Қазақстанның ғана емес, әлемнің ең үздік аралас жекпе-жектерінің бірі Арман Сұңқар Оспановпен бір күнімізді өткіземіз. Кеттік. Денсаулығыңыз жақсы. Рахмет. Рахмет көп. Жақсы алады. Қашыңа бар? Е? Мына жақта. Ана сөзі ғой, Зор екен. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, құрметті бауырлар. Туып өскен жеріміз Төле би ауданы, Түркістан облысы, Ленгер қаласы. Ленгердің, Төле бидің табиғатын көбісі білсе, біреу бермес. Бір күлік, Қасқасу, Дихан көл секілді, ары қарай Ақмешіт, сондай үлкен табиғи жерлер көп, таулы жерлер. Сол табиғатымызды пайдаланып отырып, осы тау баласы тауға қарап өседі деп, көбінесе тауға қарап бүгінгі жаттығуымызды тауда өткіземіз, тау жақтарда, тау бөктерінде. Көріп тұрғанымызда азанмен тіршілік басталды. Сағат күнтізбе бойынша бізде бүгін велосипед 10 шақырым көлемінде, 15 шақырым көлемінде бүгін велосипед айдап, кішігірім таза ауа жұтып қайтамыз, азанғы жаттығу. Туып өскен әкемнің тегі, атамның тегі осы жерлерден болады. Жалпы мен көбінесе көп кісілерге айтамын, әр қазақтың жігіті руымен емес, туымен мақтансын деп. Сол үшін мен қазақтың да мақтанамын. Осы ар шетімізде өзен, мына шетімізде темір жол, ары жағы кете берсем поля, поляның ар шетінде плотина, сондай жерлерде үшін тұрдық. Бір жағынан ондай жерлер менің ойымша мені шыңдады, мені көбінесе өмірге көзқарасымды оятты деп ойлаймын. Өйткені азанғы тура салысымен сол жаққа қарап жүгіретінбіз. Сол поляда диханшылармен сөйлесіп, полядан кішігірім дихан алатынбыз. Сосын берік тарапында темір жолдың жағасында кішігірім бірақ қызық нәрселер істеп, өткен пойыздан онша-мұншалар алып, сол өткен пойызға тиісіп. Сосын берік тарапын айттым ғой, мен көбінесе өзбек өкілдері, Гүлістан көшесі болса, біздің Қазақстан көшесі. Бір кішігірім маған қатты тиетін өзбек өкілдерінің көбінесе азанда тұрып, ерте тұрып, тіршіліктен бастап кетуі. Сол жағының кішігірім қарап намыстанатынды. Сол үшін ерте тұрып, мен де жаттығу істеп, тренинг істеп, сондайға бекем болдық та біз әкемізді ерте тұрып. Көрдіңіздер, жаңа кішігірім үйде шаруашылық бар. Әкем қой ұстайды, кішігірім қошқар байлайды. Соны бір кішігірім кәсіп болған өзіне. Бір жағынан соның көрдік дейді ғой, майын, құйрық майын жеп, былай өскенімізден шыңдалғанбыз. Кішкентайынан қазіргі фундамент беріп, сол кішкентайынан үлкен кісілер адам болсын деп тәрбиелеп отқан балдар бар ғой, мысалы. Біз ондай қатты аса кішкентайынан бізге направление бергенмен, қатты бізге әке-шешеміздің жеткен жағдайына дейін солай бізге жағдай істеді. Енді ол жылдар қатты қиыншылық заман болды. Әкелеріміз жұмыссыз отырды, бірақ сонда да әкем жұмыссыздығына қарамай жалпы машина жөндейтін болған, осындай моторист болған, осындай әр үйлерде барып, мені қасына ертіп алып, машина жөндеп жүретін. Сол машина жөндеп, сол жаңа бір қызық деген жағдай. Сол бір кезде әкем азанда тұрғызып, мені ертіп алып кетті. Ертіп алып барып, машина жөндеуге барсақ, суббота воскресенье күні ғой, демалыс күні. Сөйтсем, мен класстастың үйіне кеттім де өзім, класстас қызымның үйінде. Сөйтсем, әкеме кішігірім намыстанып, андай отырмын ғой, не үшін келдік айтпайсыз ба, мен келмейтін айтсаңыз дегенде сияқты. Енді балалық намыс қой, енді класстасының қызының үйіне барып машинасын жөндеп отқан. Мына осы жерлерден бастаймыз, мына осы трассадан ары қарай
жүгіреміз біз жалпы Аман бауырымыз екеуміз. Осы біздің былай айтқанда біздің регламентта жүгіретін регламент біздің. Сол жаңағы Ленгердегі больницадан бастап осы тау бөктеріне дейін қырсай примерно 18 километрдей шығады. Осы километрлерде жүгіреміз, осы километрлерде велосипед айдаймыз деген сияқты. Aslında kişiler мотивация tek olsa жаттығу, осындай еңбек, ешқандай böyle формула, ешқандай не жоқ. Тек жатқан. Ayarlar var, ayırar aramda. Үшін барында сатқандар бойы үшінде тонында арын сатқан құлданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухың кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Сұрағымыздың бастапқысын күллі қазақ жанкүйерлері осы сізді соңғы жекпе-жегіңізден кейін қазақтың рухын көтерген, қазақтың бір мықтылығын көрсеткен жекпе-жектен кейін бұған дейін де сіз UFC-ден күтеді, бірақ осы жекпе-жек деген сізді тек қана UFC-де көргісі күллі қазақ жанкүйерлері. Енді жалпы кешегі өткен Алматыдағы дүбірлі сайыста Аллаға шүкір еңсеміз биік болып елдің абыройын қорғадық. Атушылы Расул Мирзаев деген бауырымызды жеңіп елді бір қуантқан жағдайымыз бар. Енді осымен тоқтай қоймай тағысын тағы ары қарай жоспарлармен ары қарай үлкен бір бағыт бағдармен келе жатырмыз. Жаз айында Алла қаласа UFC төрінде бір өнер көрсетсек пе деген ойдамыз. Осы төбелесу мәнеріңіздің жалпы сыры неде деп ойлайсыз? Бұл бір американский школаның базасы болды ма, жоқ әлде табиғи тума талант па? Сіздің стиліңіз көп жауынгерлерде, көп спортшыларда кездесе бермейтін стилдің бірі де. Аллахтың берген сынағы, Аллахтың берген дары дейді ғой. Маған берген бір несі деп ойлаймын, дары деп ойлаймын. Өйткені әр адам өзінің тумасы әртүрлі. Еңбек ету керек, еңбектену керек. Және де жаңағы айтып отқан жаттықтырушылар бар, жаңағы айтқан команда бар. Кішігірім өзінің үйдегі түпкілікті жанұялық жағдай бар, соның бәрі тікелей спортшыға тікелей пайдасын тигізеді. Әрбір істеген іс, әрбір әрекет, әрбір есеп ол спортшыны жетелейді үлкен шыңға. Америкалық стиль деп отырады, Арманның өзі стиль деп отырады, или жалпы жаттықтырушылардың үйреткені бар, дәрісі бар, тікелей бәрі қатынасты, бір-бірінен түпкілікті түйкісі бар. Жаттықтырушылардың үйретіп отқанын мен жалпы өз алдыма 100% қайталауға тырысамын, және өзім тарапынан маған берген мүмкіншіліктерді қапы қалдырмай, соны 110%-ке дамытуға тырысамын. Темір тордың ішінде барлық мүмкіншілікті істеуге тырысамын. Өйткені елдің аурасы, көптің тілегі, өзіміздің анамыздың тілегі, соның бәрі маған түпкілікті жәрдемдеседі деген ойдамын. Осылай табиғатта энергия алып, тау-тастардан, талдардан жігер алып, таза ауа жұтып, осының бәрі маған пайда тиеді. Енді бұлай осындай стильде, осындай өнерде, әдемі бір стильде қалып қалмай, ары қарай даму беру керек деген ойдамын. Өмірде артыңызда қандай із қалдырғыңыз келеді? Қоғамға пайдамыз тисе деген ойдамыз. Неге біз спортшылар өзіміздің өнерімізді пайдаланып, жалпы жастарға үлгі болып, жастарға пайдамыз тигізбеске, дұрыс па? Егер қаражат жинап үлкен жағдай істеп отсақ, жағдайлар мүшкіл адамдарға немесе қоғамға пайдамыз тисін, спорт зал соғайық, немесе жоқ дегенде өзіміздің үйренген аманатымызды жастарға үйретейік. Көбісі айтуы мүмкін, спортшылар ақылды болып кетті, қазір қоғамға араласып жатыр, әр жерде шығып әр нәрсе айтады деген секілді. Басқа спортшылардың, менің ойымша, жастарға деген игі өсиеті ғана қалады.
қазіргі заманда ақша дүние ол артта қалатын нәрсе. Аманат қылып тастаса, әрбір адам өзінің істегенін, жақсылығын, жастарға деген өсиетін қалдырса, мен ойымша біздің ұлт, біздің қоғам, біздің жастар түзеледі деген ойдамын. Егер де сізге бір батырдың рөлін сомдауға мүмкіндік берсе, қай батырды таңдар едіңіз? Ол кісілер нағыз батырлар ғой, енді жалпы қазір бейбіт заманның батыры деп қоясын, енді әркім өз тарапынан өзін батыр деп айтады ғой. Мысалы, тәртіп сақшылары, ішкі істер департаменті өздерін батыр дейді, өйткені халыққа, қоғамға жәрдем беріп жатыр. Спортшылар өзінің туын көтерген екен батыр дейді. Ғалымдар өз-өзінің жаңағыдай. Енді халық өз бағасын бере берер, мен өзімді батыр деп айта алмаймын. Кешегі өткен осы мемлекетті білектің күшімен, найзаның күшімен алып қалған батырлар, ол нағыз батырлар деп ойлаймын. Спорт болғаннан жеңіліс пен жеңіліске қатар жүреді. Өзіңізді қалай жігерлендіретін едіңіз сондай сәттерде? Қалай рухтандыратын едіңіз? Жалпы әр спортшының тағдыры әртүрлі ғой, бірақ жалпы мені бірден бір жігерлендіретін, қиын қыстау заманда қиыншылықпен өстік қой, енді үйде, жанұяда неге өспеске, неге үйдің жағдайын дұрыстаспасқа деген секілді. Жалпы спортшылар біреулер айтады, спорт это для бедных дейді, спорт әшейін бір хобби дейді. Мен ойымша спорт ол бір үлкен кәсіп, үлкен бір былай айтқанда Аллахтан берген бір сынақ еңбекті. Өйткені спортта тек 99% еңбек ету керек, бұл басқа вариант жоқ орда. Басқа. Ал басқа мен енді жалпы біреулерді кемсітті, бір басқа бір саланы кемсітпеймін, бірақ басқа салада кішігірім қазіргі қоғамда болып отқан нәрсе ғой. Ақша беріп, немесе былай таңыз таржан арқылы былай алып кетіп бір-біріне сөйтіп жатыр. А спортта тек ондай емес. Спортта тек өзіңе сенесің, өзің еңбегіңе сенесің, Аллах тағала сенесің и жаңа нәтижені көрсетесің. Болды. Темір торға кірдің ба, тек өзіңе сенесің. Білегің мықты ма, айла тасың мықты ма, үйренгенін көрсетесің ба, сол кезде нәтиже беріледі, сол кезде мықты боласың. Бақ шабылмай, еңбек тек қана. Бақ бір рет шабуы мүмкін, өйте ол ары қарай қайталанбайды. Екінші жолы баққа сенуге болмайды. Еңбек тек қана, еңбек, тәртіп, жаңағыдай ниет қылып, дұға етіп, жалпы өзіңді қайрап, ары қарай шындай берсең, мен ойымша нәтиже болады. Шындай беру, пақат ету, анау азаннан кешке шейін пақат ету емес, басы да істету керек. Жалпы көбісі ойлайды спортшылар бұқа сияқты ұрда-жық, темір тордың ішінде олар бандит болады, немесе басқа қолынан не келеді, ары қарай жаттықтырушы болады. Олай емес, спорт деген былай айтқанда Брюс Ли айтпақшы, философия ғой. Ары қарай өзін дамыту, денсаулықты, салауатты өмір салтын ұстану, жаңағыдай тәртіп, дисциплина, күнделікті күн тәртіп. Сосын ответственность дейді, жауапкершілік. Елдің алдында, тудың алдында, өзінің семьяның алдында жауапкершілік. Сосын бірден бір сіз бізге ағаны құрметтеуге, кішіні сыйлауға. Сосын былай айтқанда спорт еркектікті, намысты тәрбиелейді. Сіз айтып отырсың ғой, спортты бастап кішігірім қиыншылық көрген көп спортшылар қойып кетіп, жаңағыда басқа жолға кетіп жатырды. Енді олар спортты өзін таба алмаған жігіттерді көбінесе. Енді спортта көбісі айтады, бізге жағдай істемеді, біздің жағдайымыз болмады, ақша төлемеді. Ондай бар, жоқ емес. Бірақ та мен де мысалы анам еден жуып жүрген кезде, пол жуып жүрген кезде мен де осылай бағып, маған жол күре топ беріп спортқа баулады ғой мені. Мысалы осынға дейін осындай нәрселер айта берсем көп та. Осындай жоқшылық заманда бізде өстік қой, ол жоқшылық жанұяда ту, биікте тұрған ту еш түсірмеу керек, соны ары қарай көтере беру керек. Осы жігер бізде жалпы. Құрметті бауырлар, ата бабамыз аттың үстінде болған, әрқашанда аттың үстінен биіктен қараған, Алла қаласа үлкен азаматтар, ер жігіттер, қазақтың жігіттері аттың үстінен түспесін. Осы тізгінді ұстап, әрқашанда биіктен көріне берсін. Рухты болыңдар, шаршамаңдар, әрқашанда аттың үстіне қойған. Мекен Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, өтетін қайсар туған
мен Арман ағақ сияқты Қазақстан туын көкке көтеріп чемпион болғым келеді. даласы алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы азаттығын қазақ туы қорғаған толғаған танысаңдар мен қазақтың баласы. Бала кезінен ғой енді ол оянған себебі мына кішкентай кезінен сәл өзі шустрелау болып өсті ғой, негізі былай айтқанда. Жылдамдау сәл бейімдеу бала болып өсті. Ондай кітаптар болатын, Брюс Лидің кітабын әкеліп беретінбіз, Мұстафа Өзтүріктің кітаптарын беріп, сол кітапқа қарап, сол приемдарға қарап үйренді ғой негізі. Бір кей кезде енді барын айта бересің ғой, анау қиыншылықтар болды, әйтеуір жол көре таппай қалатын жағдай болады. Бұлар жарысқа екеуі де аман боксқа барам дейді, Арман күрестен барам дейді жарыстарға. Әйтеуір кей кезде тауып беріп атамыз жол күресін, кей кезде әйтеуір болмай қалатын жағдай болады. Енді ашығын айтқанда бір қарызға кіреміз енді әңгіме. Енді балдар қамасын жолынан қалдырған бізге намыс болды да, енді олар ұмтылып тұрса барамыз деп. Сол себепті сондай жағдаймен жіберіп тұрдық. Енді шүкір, аман Құдайға шүкір, енді қазір әйтеуір жетістікке жетіп, әжептәуір елдің баласы болып жүрген, соған қуанамыз. Соған Аллаға шүкір дейміз. Шешесі де бәріміз де, осы туысқандар да. Арманның мінезі былай қарасағанда ол ешкімге мен мынандаймын деп көкірек жоқ былай байқаймын да, мен өзімде. Өзімізде характеріміз сондай, негізіміз сондай. Құдай өзі сақтасын, анандай көкірек көтеріп біреуге артық сөйлеп, мысалы, ондай Арманда ондай жоқ. Арман бірақ айтқан нәрсені істейтін, тыңдайтын, ойланатын, келешекті ойлайтын. Біреуге жаманшылық ойламайды, ол постоянно өзі кең адам да, кең. Әкемнің ағасы Сейтжан деген болған екен. Мені бабам, әкемнің әкесі Оспан ғой. Оспан бабамыз денелі үлкен кісі болған екен. Жаңағы кеуделі. Бірақ әкем менің орташа бойлы, мен сияқты болған. Ағасы Сейтжан. Үш ағайынды болған ғой. Сейтжан, Айтжан, Құлжан. Бірақ Сейтжан атам күрескер болған екен. Жаңағы әкемнің ағасы. Сонда менің әкем айтып отыратын, мынау ауылда жарыс, енді ауылда наурыз болады, мейрамдарда жағы біздің Сейтжан атамыз күресе деген жағы. Көпшіліктің арасына шығып. Ал енді UFC-ға демекші, Арман осы ММА-ға ауысқан кезде мен айтатын балам, балам, бұл ауыр спорт екен. Мына боевой самбоң оңай емес. Мына жауынгерлік самбо. Сен енді қоя қойса, енді бір 2 дүркін, 3 дүркін чемпион болдың, енді қоя қойсам болар еді деп айтатымыз ғой, біз жәнәшеміз ғой шешесі болғаннан кейін. Бұл жерде зақым болады, майып көп болады, Құдай өзі сақтасын. Бірақ ол айтқаны бар да, ана чемпион болып келген кездерде жаңағы жауынгерлік самбодан. Көке, енді мына чемпион болдық енді, мына нені де бір шыңынан шығып көрейік те, бір көрейін байқап, бағымды дейді. Әйтеуір жақсы тілек тілейміз, жеңіске жетсін, әйтеуір қазақтың баласы ғой, енді қазақтың намысын қорғасын деген ниет. Мировой байыстарды Америкада жүрген кезде өзіміздің бірге қазы алып кетеміз ғой. Сол кезде қазыларда Америкада жаңағы суға қайнатып, сорпа қып істеватқан кезде енді тамаққа келіп қалады, Джон Джонс бар, Алистер Аверин бар, Диего Санчес, сол жігіттер кішігірім соларға ұстатып жанын көрсеткенбіз да. Кәдімгі қазыны Алистер Аверин жанын көрген. Сосын жаңағы Хербин судьялар бар, оларға айттық, біз кішігірім өзімізді видео сайтlarda жүр ғой. Қазақтың баласы аман, қастерлі алашымды қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес. Қазақтың баласы аман. Құрметті спортшылар, құрметті Шымкенттің тұрғындары, соның ішінде спорт сүйер қауым, мен Арман Оспанов, осы магазиннің өкілі болып саналамын. Осы магазиндегі біздің спортшыларға, жас өспірімдерге, оның ішіндегі
күнделікті қыздар өкілі болсын, ұлдар өкілі болсын, соған керекті құжаттар, киімдер осы Букамен жұмыс жасап жатырық. Енді бұйырса, бұл Буканың бір артықшылығы қол жетімді, бағалары да тиімді деп ойлаймын. Жалпы келіңіздер, көріңіздер, ұнағандарыңызды алыңыздар. Алға. Осы елге келін болып түсіп, атам бірінші немересі армандап жүр. Қыздарында немересі бар ғой, бірақ армандап жүріп, атамның бірінші біздің арман немересі. Бірінші балдардан немере. Енді айтсақ, қазір ол как-то ертек болып тұрады, бәріне сказка. Мен сол күні өзім, білмеймін, Ақтөбенің қызы болсам да, өзім ондайға көп сеніңкіремеймін. Емшіге бардым, қасымда сіңлім бар еді. Емшіге жолымды ашайын, қой барайын деп кіріп шықтым. Өмірден кетті ғой, жатқан жанаты бұл. Сен батыр бала туасың деді. Сол кездің көкірегімден, жүрегімде қалды ғой сөз. Әлі кешен көрген сайын жан балам айтам. Арман кішкентайынан, ішімнен ананың жүрегі. Кішкентайынан соған әкесінде тәрбиесі бар. Соған бұл арман бәрі неге талпынды өзі. Жаңа мектепте оқып жүріп, жаңағы сальто істейтін еді, не бір спорт нелерге қатысатын еді. Енді көп айта берсем, мен соған балам көп. Сол кезде мен мына атаның айтқан сөзі, мен әлгежен балама айтатын едім, қайқы көшеде көріп қалсам, қайқы көрсем, Арман, сен биіктен көрінетін баласың ғой, әлде көресің женше деді, шүкір міне. Шүкір етемін қысқа айтқанда. О бала үйде ерекше Арман, балам ерекше атаның баласы болғасын ба. Өзімді бұл кісілерді, бұл семьяны жақсы көріп, жарымды жақсы көріп, жолдасымды. Өзім әкем болмағасын ба, сол кісілерді көп сыйлайтын едім, атамды да, марқұмды. Отбасы жақсы адамдар. Жаңа жолдасымды сыйлап, сол көбісі тәрбие жолдасымнан айтып, біз еркелетпейтін едік балдарды. Вообще, даже мына қызымды қазіргі еркелетпеймін. Үш ұлым бір қызы ала берген. Еркелікке деген әлгеше оларды ондай сезінбейді. Әлде мен енді мына немерелерінде еркелетемін. Қыз бала, шүкір берген, Алла берген. Сол бала мектепте жүрсем де, арт жағанан жүрегі, балам, ертең Аллаға жүгірсе биіктен көрінесің деп ішімнен айтып жүрген шүкір міне, өзі нәтиже көрініп тұр, естіп жатырсыңдар. Ол балам үйде ерекше болғанда, ол арамдығы да жоқ, көпшілікті бәріне жанашар, шустыр бәрі жан кете береді. Мысалы, әкесі машина жөндесе кірісіп кете береді. Үй тамды осы сарайды көтерді, бәрі осы нөлден бастады осы тамды. Бәрі осы екі балам аманымды, любой жұмысқа кірісіп кете береді, Шөп орды, бәрі не, айтады ғой кезі, еркек деген 7 түрлі болу керек, бәрі. Сол спортқа баруға қарсылық білдірдіңіз бе? Әлде қолда көрсеттіңіз бе сол моменттерде? Бұл қиын жол дегенмен оны таңдағаннан кейін әр нәрсесіне төзе білу керек. Сондай сәттерде көп болды ондай. Әрине көп болды. Мектепте оқып жүрген кезде, жарысқа кеткен кезде, өзі мектепте үйге кіре алмайды, сыртта жүреді. Кеткенде шығарып саламыз ғой енді. Шығарып салып жолын тілеп, өзі ризықты көтереді де кетеді. Ішінен тілеймін, Алла жол берсін деп. Келгенде ұтылып қалады, кіре алмайды. Әкесі үйде екі ортада ғана жүреді. Қалай әкесіне айтады, ұтылып кетті балам деп. Талап тұрады, ол кіре алмайды. Жаңа кірем жолдасыма енді. Бір жолы ұтылды. Сен ауырыспа, неғылма деп. Енді. Әжем перзентім ғой енді. Жоқ кіреді өзі ерекше сөйлесе жағына меғам ешқандай күйеуімнің жолдасын балаларға ақылан көрген жоқпын. Себебі жолдасым өзі андай кезінде спортқа жақын еді. Өзінің арманы болмағаннан кейін балаларды берді. Өзім папам болмағасын, әкем болмасын, еркектерді сыйлайтын едім күйеуімді, балдарымды. Балдарымды как өзім күйеуім сақтайды, сыйлап, кірлерін жуып, кимоно жуған кезде көрсем қатты ғой. Түніме соған киіп тәріп, ертең жарысқа кету керек балам.
Жана онча-мунча болсо ол кезде кыйналып жүрмүз ғой. Карыз тамагын алып берем. Жол киресин ол кезде жұмыс істейм мектепте. Соның бәрін кітті собала қалмасыншы. Аке, күйім жолдасын қарсын алып бер дейді. Келеді, кейде айтуын жарыста ұтылып қалады, кейде жақсы болып келсін. Өзі де бодыры, жолдасыма қараймын, жақсы кен шүкір деп. Ана деген сен ол ұтылса да ана ол. Ешқандай ана балаға сіздерді әкежен менің қапа емеспін. Себебі ол балам еңбек өте қиын болды. Кетеді жаңағы айтып отырмын, өте қиын болды. Бірінші кездерде майда нелер болып жүрді ғой, Алматыда. Сочиде бірінші кезде болған кезде, сол кезде мен түнде ұйықтаған жоқпын. Ол кезде телефон жоқ, сотка жоқ, интернет жоқ. Сол бір хабар келді, ең жүрегім түзілмегенде. Сенбеймін, Аллаға шүкір. Неужели деп жаңағыда сенен кіремейін да. Сен мен осы екі патшаның қолын алып түнмей ұйықтамай. Мен негізі балам жарысқа кеткенде түнмей ұйықтамаймын. Білмеймін неге. Қазір енді интернет қойып жатыр, сот қойып жатыр, ол соңғы жарысына айтайын. 1,5 жылдан асты намаз оқимын. Себебі мен не үшін намазға жығылдым? Себебі баламның амандығын тілеп жүрмін. Себебі өзім ауырып қала бердім, шынын айтсам. Бір жылы шынымен отырып, өзім жұмаған күні нан пісіріп, Алладан сұрап, таратып, Құранды оқып бірінші рет. Өзім болса да балама қарап тікелей, Алла, сендім мен. Жүрегімнен, жүрегімнен анасы. Бірақ жыламадым. Оның алдында жылайтын едім. Өзім қапа болып, бұл неге жыламаған себебі намаз деген Алланың жолы көп маған әсер етті. Жылатпадым, бұл Алла маған оны сездірді. Алла маған осы баланы берді. Алла. Сол соңғы немді спокойно тұрып үйге келіп, келген спокойно алдына шығып, оның алдына жарыстар келіп, не бір жағдайлар бір қолымен жара болып, бетінен етіп, кіре алмай, алдына шығып, жылап, бетіне қарап, ол алдыма келеді, жеңше дейді, көкесіне көке. Мен келдім ғой алдыңызға, мен жаңа айта алмаймын, балам, мен сен спортың керек емес, сен жеті мүшен маған керек, жеті аман есен келген, семьясы бар. Бала шағасы бар, маған сен дымдан керекміз. Келіп тұрмын, өзі беті, көкше, көздері көгеріп, нелер кірсе, өзі беті білдіртпесе де, мені успокоить етуге. Соны тұрамды, құшақтаймын да, аман есен алдыма келдім ғой. Бәрі болады, өмір сондай ғой деймін. Сондай немен өзімізді успокоить етіп. Мен ойлаймын, анасы бар, который спортқа барған, әке шеше түсіне шығар деп ойлаймын біздерді. Әлгешен семьясы болса да, әлгешен бала шағасы, қыздары отырады, әке, көке деп жаңағы. Мен соларға қараймын, жаңама сіздердің нелерің ғой, әкелерің ғой деп жүрем, желмейіп, қыз бала ғой. Өзімді басамды шүкір етем. Сенем арман балама. Себебі бүкіл ел сені ұмытылсын балама. Алла бірінші денсаулық, күш-қуат берсін. Ол өзінің еңбегіне жетеді. Сенемен. Рахмет осы арманы поддержка беріп тұрған ағаларға, спонсорларға, сол баланы түсініп, осы қазақ батыры бар, осы қазақ елінің нетіп жүрген сол кісілерге басымды ием. Көпті рахмет айтамын сол кісілерге. Сол жолына да ақша тауып берген, осы духпен беріп тұрған, осы Бауыржан ағаға көп айтады, осы который балаға поддержка берген кісілерге, ағаларға мен басымды ием. Көп рахмет. Аллаға шүкір, Арман ағамыз дейді, ағасы бардың жағасы бар дейді, інісі бардың тынысы бар дейді. Бала кезден бірге өстік, бірге спортқа бардық. Арман ағама мотивация болды, қасымдағы жол көрсетті, бұл айтқанда, аға жол көрсетеді ғой. Бұл жерде бойға шығатын кезде Арекең ойлайтыны қазақтың намысы жаңағыдай бірінші орынға қояды. Арекең өзі сондай немесі бар. Бой деді ма, болды, ешқашан жаңағыдай атқа жасауға, жаңағыдай ауырып қалса да, сырқаттанып қалса да, атқа жасауға ешқашан ондай жоқ, всегда шығады. Полковникпен екінші бойында Арекең негізі түнде сырқаттанып қалған, жаңағы отравление болып, түнде
врачтар шақырдық. Ол кезде де жаңағы Арекең бастан етпеді. Азанға тамақ та жеген жоқ. Сонымен төбелеп шықты. Ол кезде оның ситуацияны қасында жүрген екен, мен ақ түсінемін оны. Қасында жүремін, салмақ қуатады, салмақ какой-то бір 500-200 грамм қалады, оны өзі қинайды адамды. Байняға парыға ұрасың, нерв шетеді, су бересің, шыдамайды. Сонымен бәрін қасына көргеннен кейін, жаңында бауыр болған екен жүрміз. Аллаға шүкір, Арман ағамыз соның бәріне шыдап, төтеп беріп, сол бойдың бәрі аман-есен өткізіп жатыр. Аллаға шүкір, қанша уже ACB-де қанша бой өткізді. Мен ең бірінші Арекең қасында секундант болғаным, сол накажимен болған кезде, бірінші секундант мен сол кезде болғам Арекең қасында, Санкт-Петербургта. Содан кейін уже үзілмей қасына келіп жатырық. Төбелесіп жатқан кезде, бойға шығып жатқан кездегі бәрін уже бауырың шығып жатыр ғой, беттеп жатыр бойға. Сол кездерде Арекеге айтамын, Ареке қобалжыма, құдай қаласа бәрі жақсы болады. Өзіңізге сеніңіз деймін, бірінші өзіне сенеді ғой. Сіз мықтысыз деймін, мен білемін ғой, қандай төбелесетінін, ол неге деймін, қалай не істей алатынын бәрін білемін да. Арекеңе бір-екі рет айтып жүреміз, енді жақсылап. Намысын қайрап жүреміз, сізде мықты адам жоқ, бойға шығып жатқаннан кейін Арекең білемін ғой, қай жерде не істей алады, кімді қалай төбелесе алады. Еңбекқор ағамыз, төбелесіп жатқан кезде қатты қобалжимын, әңгімені ашық. Енді секіріп кетейін деп тұрасың ғой. Арекең өзі бойда ойға келмейтін нәрсе істейді да. Мысалы, ломали ескейіппен төбелескен кезде мен вообще одан колено күткен жоқпыз. Колено алттық. Кіммен де төбелескен кезде необычный нәрсе көп істейді Арекең. Сол үстіне ел жұрт біледі ғой оны. Көрген салмақ қуған кезде адам қиналады. Адамға жеткіліксіз да бірдеңе. Енді адам қасында тамақ жеп отырса, ол өзің тамақ жемесең кішкене қиындау ғой. Сол кездерде мен иногда тығылып жейтін кездер болады тамақта. Мен үлгі тұтамын әліге дейін ағам барына, осындай ағама. Осындай ағалар көп болсын, жол көрсететін жаңағыдай. Брюс Баффер Арман ағамыздың атын шырқап, сұңқар деп, сол жерде жеңіске жетуімізді Аллах нәсіп етсін. Арман аға сәттілік, UFC-де қай жерде жүрсе де, біз жанындамын. Ыстықта да, суықта да, тәттіде де, әшшіде де біргеміз. Аллаға шүкір, осындай бауырым барына. Арман ағама UFC-де енді құдай қаласа мен сенен бағындырады UFC-де. Бір класста оқыдық екеуміз. Қыздар болды кішкене кезде. Арман өзі айтқанда мен білемін ғой, қандай көп адам білмейді оны. Онда істеймін деген нәрсені істейді да. Істеймін деген нәрсе істейді өзі. Мақтанамын өзім Арман жетістіктермен. Бірге өстік, осы ауылда, мысалы, осы жерде районда жүрдік, жаңағыдай ойнаймыз, не аламыз. Біздің үлкен сосед балалар болатын. Енді үлкен болғанда енді аға болатын еді, ағалар ғой енді былай айтқанда, старшактар деп айтады ғой. Сол есік алдынан өткен адаммен жаңағыдай шақсырады екеуміз шығамыз. Жаңағыдай бірінші мен төбелесем, талас екеуміз адамдармен төбелесіп сөйтіп. Бірақ Арман қайтпайтын вообще. Сондай характер бар да, туа біткен өзінің характер бар. И шымыр болатын. Үйдегілерді Арманды не алатын жаңағыдай. Папамды Арман жақсы көреді да. Арман мынандай деп постоянно айтылады. Мынау біз енді комбат KZ деген сізге бір кішігірім сыйлығымыз болсын Арман аға. Сыйлық Аллаға шүкір, жақсы рахмет. Біз 2-3 тағы бір рет. Күлеміз. Асқан батыр күштісі деген. Етеріңіз сауықпен, Алла жарқын, Алла жарқын, жолдарын ашық етіп, Алла жарқын, жолдарын ашық етсін.